Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет, дәмді әрі әдемі болып шығатын ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Қамыры өте жұмсақ, әрі ішінде начинкасы мол болып керемет болып шығады. Ал ендеше дайындауды бастаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн қажет болады, және де сары май немесе маргарин, және де айран. Айранға 1 шай қасық тұз салып араластырып, осылайша тестімізді жасайтын боламыз. Және де 1 жұмыртқа саламыз. Бірінші ұнымызға майды осылайша былғап тұрып, түркідан өткізіп аламыз. Және де айранға тұз салып араластырып, жаңағы ұнымызға 1 жұмыртқаны жарып, айранымызды құйып, араластырып, тестімізді жасайтын боламыз. Мінекей достар, осылайша қамырымызды қолымызбен былғап, барлығын жақсылап тұрып біріктіріп, илеп аламыз. Осылайша дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Мінекей қамырымыз тоңазытқышта жарты сағат тұрды. Ендеше осылайша бөлшектерге бөліп, дайындап алған қамырымызды кішкентай қылдырып ысып, фаршымызды салып ортасына жақсылап тұрып, өріп, әдемілеп самсамызды жасайтын боламыз. Егер де қамырыңыз еріп қолыңызға жабысып жатса, тоңазытқышқа салып қойып, шетінен жайлап алып жасай берсеңіздер болады. Ал ендеше достар, мінекей дайын болған самсамызды қызып тұрған духовкаға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің самсамыз дайын болды. Тестісі өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Осылайша дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Әсел. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.